Сәлем достар, сіздермен мен Алдияр. Жас тілшілерімізді жақындырақ танысу мақсатында әріптестерімнен сұхбат аламын. Біздің сұлу әрі ақылды қыздар Айым мен Аяру. Сәлем қыздар, көңіл күйдерің қалай? Сәлем Алдияр, көңіл күйім өте керемет. Менікі де өте жақсы. Қыздар, ең асқақ армандарың қандай? Армансыз адам болмайды. Менің арманым өте көп. Соның ішінен басты арманым журналист болу. Менің армандарым өте көп. Соның бірі актриса және де журналист болу. Ал бос уақыттарында қалай тиімді өткізесіңдер? Мен бос уақытымда бауырларыммен ойнап, кітап оқып өткіземін. Ал мен бос уақытымда кітап оқып білімімді дамытамын, сурет саламын, әртүрлі үйірмелерге барамын. Өте жақсы қыздар. Ал еліктейтін адамдарың бар ма? Менің тәлімгерім бар. Әсел апай, сол сияқты талантты, жан-жақты болғым келеді. Алдияр, менің де еліктейтін журналист апайым бар. Ол кісі Дана Нұржігіт қызы. Ол кісі өте талантты. Мен сол кісіге ұқсағым келеді. Тілшіліктен бөлек қандай қырларыңды дамытып жүрсіңдер? Негізі адамдар өз-өзін дамыту керек. Мен тілшіліктен бөлек кітап оқимын, журналист болуға арналған үйірмелерге барамын. Ал мен ән, би, сурет, коньки үйірмесіне барамын. Сонымен қатар актерлік шеберлікпен айналысамын. Менің ең сүйікті пәнім математика. Ал сендердің? Негізі маған барлық пәндер ұнайды, бірақ соның ішінен математика және әдебиеттігі оқу сабақтарын сүйіп оқимын. Негізі мен барлық пәндерді жақсы көрем. Соның ішінен ең қатты жақсы көретін пән ол қазақ тілі мен әдебиет. Жандарынан тастамайтын 3 затты атаңдаршы. Негізі менің сумкемде су, телефон және де маска. Барлығында қазір маска бар ғой. Менің де жанымда маска, телефон және де антисептик. Қыздар, ең жақсы дос қандай болу керек? Әрине, ең жақсы дос ол адал әрі мейірімді болу керек. Жақсылықта да, қиыншылықта да әрқашан қасынан табылатын адамды адал дос деп айта аламыз. Қыздар, жауаптарына көп рахмет. Достар, сіздермен болған мен Алдияр, Айым және Аяру. Келесі кездескенше Сау болыңыздар!